Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер, Ибрай Алтынсарин атындағы мектебінің оқушылары, құрметті ата-аналары. Сіздерді бүгін осы Алтынсарин мектебінің төл мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Алтынсарин мектебінің мыңда бір түлегінің бірі мен де боламын. 1977 жылы бірінші сыныпқа жаңадан тапсырған ғимаратына бірінші сынып оқушысы болып мен қабылданғанмын. Сол мектепті аяқтап, 5 жылдан кейін жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін сол мектепке қайтадан оралып, физика және информатика пән мұғалімі болып қабылдандым. Ұстаз ретінде, шәкірт ретінде өзімнің ұстаздарыма алғысымды айтқым келеді. Ол менің басшым Темиркулова Асемкөл Құрмашевна. Сол мектептің үлкен ағасы, үлкен әкесі деп айтуға болады, Мұхамедияров Бекен Мұхамедиярович. Алғысымды айтқым келеді Наимбаева Азиза Ахметовнаға, Рысымбетова Наталья Исимхановнаға, Топашева Тұран Нұқтырбековнаға, Ақпаева Рошан Тортаевнаға. Осы кісілер әріптестер ретінде қабылдап, үлкен көмегін көрсетті. Бүгінгі таңда мен осы Алматы қаласының Тамос Education физика-математикалық мектебінің, қазақ мектебінің директорымын. Алтынсарин мектебінің басшысы болып 2012 жылынан бастап 2019 жылға дейін директор қызметін атқардым. Осы уақытта қиында, қызықта кезеңдер болды. Ол бірінші біздің 2013 жылы Ибрай Алтынсарин мектебінің күрделі жөндеуден өткізуі. Оқушыларымыздың саны 3,5 мың оқушыдан асуы. Мектеппен біз деген үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Айтып кететін болсақ, 2014 жылы осы ұжыммен бәріміз бірге үлкен жетістікке қол жеткіздік. Республикалық үлкен сайысқа қатысып, үздік білім беру ұйымының грантына ие болдық. 15 миллион теңге грант ретінде біздің мектеп ұтып алды. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін осындай жетістікке Қарасай ауданының бірде-бір мектебі қол жеткізген жоқ. Алтынсарин мектебінде оқып жатқан оқушыларына айтарым: бүгінгі түлектеріміз әрқайсың біздің еліміздің туы болыңыздар. Осы Ибрай Алтынсарин атындағы мектепте алған білімдеріңізді, тәрбиелеріңізді, алған білімдеріңізді көпке самғатып, Қазақстан Республикасын дамыта беріңіздер. Мен сіздерге сенемін.